Сәлем достар, дастархан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкада пісетін көкөністер мен тауық етін дайындаймыз. Бүгінгі тағамда мен Vegeta Natur маркалы дәмдеуіштерді пайдаланамын. Алдымен тауық етіне арналған дәмдеуіштің бір пачкасын, бір шай қасық базилик және жарты шай қасық сарымсақ дәмдеуішін қосамыз. Тұз саламыз. Содан соң кішкене зәйтүн майын пайдаланамыз. Жақсылап араластырамыз. Тауықтың ішкі бөлігіне бір алманы төртке бөліп саламыз. Алманың шырыны тауық етін ерекше дәмді етеді. Дайын болған соусымызды тауықтың барлық жеріне жағып шығамыз. Тоңазытқышқа бір күнге немесе бір сағатқа қойып қоямыз. Көкөністерімізді видеодағыдай етіп турап дайындап аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Табамызға пергамент қағазын төсеп, алдымен картоп пен баклажанды саламыз. Кішкене тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған духовкада 200 градус 40-50 минут пісіріп аламыз. Көкөністер мен тауық еті дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.